Сәлем қыздар, бүгін біз осындай үлкен өте әдемі лилия светильник жасап үйренеміз. Ал бастаймыз. Ең алдымен сіздерді материалдармен таныстыра кетейін. Бұл изолон деген материал. Мен розовый түсін алдым, қалыңдығы 2 мм. Лилияның гүліне осындай жапырақшалар қырқып аламыз. Қазір өлшемдерін айтып өтем. Және жапырақтарына осындай жасыл түсті изолон алдым. Бутондарын розовый түстен жасаймыз. Гүлі қандай болса, бутондары да сондай болады. Сонымен қоса бізге осындай кішкентай патрон керек болады. Бұл кукурузный лампочкаға арналған патрон. Изолон сататын жерде сатады. Тейп лента керек, клей пистолет. Егерде тонировать ететініміз болсаңыздар, пастель керек. Және изолента, қайшы, шнур керек болады. Линейка және лилияның сабағына осындай металлопластиковый труба керек. Бұл майысады, құрамында металл болғандықтан майысады. Бізге проволокалар керек болады. Проволокаларды строительный магазиндерден алсаңыздар болады. Осындай вязальный проволока керек. Және әртүрлі қылып қырқып аламыз. Қабаттастырып, орап, осындай 2 бутонға стебель жасаймыз. Строительный фен керек болады. Және де бүгін сіздерге жапырақтар мен бутондардың формасын келтіру үшін допта қалай келтіруді көрсетемін. Және гүлді отырғызу үшін осындай горшок керек. Енді лилия гүлінің жапырақшаларының өлшемдерін айтып өтейін. Ең бірінші лилияның 6 күлтешесі болады. Осындай күлтеше тәріздес формада қырқып аламыз, кесіп аламыз. Бұл күлтешенің өлшемі ұзындығы 33 см, ал ені 17-18 см. Ені 17-18 см тіктөртбұрыш қырқып алып, осындай жапырақша қырқып аласыз. Ал мына бутондардың өлшемдері, бұның ұзындығы, бутондардың ұзындығы 25, ені 10 см. Осындай жапырақша тәріздес бутондардың күлтешелерін кесіп аламыз. Қазір сіздерге жасыл түстен, яғни мынандай хаки деп аталады осы түс. Осы изолоннан қалай лилияның жапырақшаларын қырқып алуды көрсетемін. Мен негізі мастер-класстардың барлығын қарап отырсаңыздар, тек қана полоска қырқып алып жұмыс істеме. Осылай ыңғайлы және отход өте аз қалады. Мына қараңыздар, жапырақ қырқу үшін ені 10 см етіп белгілеп аласыз. Ені 10 см-лік ұзын полоска кесіп аламыз. Мына 10 см белгілеп алдым. Енді қазір кесемін. Полоскамыздан ұзындығы 25 см белгілеп аламыз. Мен мына шаблонмен белгілеп жатырмын. Бұл шаблонның ұзындығы 25 см. Осы полоскадан 3 бутон шығады. 3 күлтеше жапырақша шығады. Міне
осындай тіктұртбұрыш кесіп аласыздар. Бутонның да жапырақтың да формалары бірдей болады. Осындай тіктұртбұрыш. Осыдан жапырақтың формасын келтіріп кесіп аламыз. Міне барлық жапырақшаларды қырқып алдық. Жасыл жапырақтан менде 12 штук болды. Негізі лилияның жапырақтары өте көп болған сайын әдемі көрінеді. Және бутондары бізде осы гүлде 2 бутон болады. Әр бутон 4 жапырақшадан тұрады. Лилияның өзіне бізде 6 күлтеше кетеді. Енді проволокалар жайлы айтып кетейін. Бізге осындай кішігірім 17 сантиметрлік проволокалары керек болады, және ұзындығы 45 сантиметр. Лилияға осындай проволокалар керек болады. Одан 6 штук керек. Бұл лилияның жапырақтарын мыналар тычинкаларға, яғни гүлдің ішінде тұратын тычинкаларына арналған проволока. Және осындай 2 бутонға арналған осындай сабағын стебель жасап аламыз. Бұл қайта-қайта оралған осы проволоканың өзі. 5-6 мәрте орайсыздар, бір-біріне қалындатып. Осылай 2 проволока шығарасыздар, қалың проволока шығарамыз. Бұның орнына дайын қалың проволока қолдансаңыздар да болады. Енді лилия гүлінің формасын келтіреміз. Ол үшін қазір строительный фенді қосып қойдым. Енді проволоканы лилия жапырағының дәл ортасына қоямыз. Мына көріп тұрсыздар, енді астыңғы жағынан 2 қолымызбен қысып ұстаймыз проволоканы. Және де үстіңгі жағынан фенге қыздырып бір-біріне жабыстырамыз. Изолон бір-біріне жақсы жабысады. Ол еріген кезде біз фенге сәл қыздыртып аламыз, сол кезде изолон ериді, соны бір-біріне жабыстырамыз. Бұл бірдестен бір жасағанның қолданыңыздан келмеуі мүмкін. Одан мысалы шықпай қалды деп ойламаңыздар, қайта-қайта жасау керек. Менің өзімде де 4-5 мәрте жасағаннан бастап идеальный жапырақшалар шыға бастады. Міне 3 жерінен өйстіп біріктіріп алсаңыздар оңай болады барлығын жабыстыруға. 3 жерінен бірінші біріктіріп аламыз, қалған жерлерін осылай қыздырып, сразу кішігірім жерді қыздырып аламыз да бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей осындай болып шығады. Міне дайын. Ашылып қалған жерлері болса, қайтадан қыздырып жабыстыра береміз. Ал егер осы фенмен жұмыс істеген қиын болып тұрса, онда ыстық клеймен жабыстырсаңыз болады. Бірақ ыстық клеймен өте қиын болып кетеді. Сол себепті ыстық фенмен немесе электроплиткамен де жазса болады. Міне осындай жапырақша шығады лилияның. Енді мен осы жолы лилияны сәл басқаша жасағым келіп тұр. Осылай артқа қарай майыстырамыз формасын беру үшін, және осы лилия менде кудрявый болады. Кудрявый қазақша қалай еді өзі? Жапырақтың жан-жағын бұйраландырып жасаймыз. Түсінесіздер ғой, мына қазір кәдімгі осындай волна жасаймыз жапырақтың. Сол кезде лилия естественный көрінеді, кәдімгі тірі лилияға қатты ұқсайтын болады. Өте әдемі шығады.
фенге сәл қыздырып қолымызбен осылай созамыз. Сонда осындай волна шығады, кудрявый болады жапырақ. Мінекей өте әдемі көрінеді осылай. Міне қалған жапырақты да дәл осылай формасына келтіріп шығамыз. Міне лилияның барлық жапырақтары дайын. 6 жапырақ болады лилияда. Осындай әдемі кудрявый жапырақтар пайда болды. Енді бутондар мен жапырақтардың формасын келтіру үшін бізге доп қажет болады. Өткен алдындағы менің лилияның бірінші бөлімінде басқа мастер-классымда мен плафонда көрсеткенмін қалай формасын келтіруге болатынын. Ал енді қазір допта көрсетемін, себебі көбінесе көп қыздарда плафон бола бермейді. Бірінші осындай проволока аламыз. Бұл қалың май затын проволока. Кез келген заттың проволокасын алсаңыздар болады. Мысалы, феннің, клейдің проволокалары болады ғой, шнуры. Сол шнурды осы топқа жабыстырып қоямыз уақытша, екі жағынан скотчпен жақсылап. Міне енді осы допқа жапырақтардың формасын келтіре аламыз. Дәл осылай бутондардың да жапырақтарын жасаймыз. Ең бірінші фенді қосып, фенге жапырақтың бір жағын осылай қыздырып алып басамыз топқа. Көріп тұрғандарыңыздай формасы шығады жапырақтың. Міне бізде бутонның жапырақтары дайын. Менде 12 жапырақ шықты жасыл жапырақтардан. Негіз көп болса өте жақсы болады, әдемі көрінеді лилия. Осындай 15-16 сантиметр проволока аласыздар бұл жапыраққа. Жапырақты сабаққа бекіту үшін осылай жасау керек. Және жасыл изолонның өзінен полосқа қырқып алып, осы жапыраққа бекітеміз. Міне проволоканың ізін қалдырып, соның ізіне клей жағамыз, ыстық клей. Және сол ыстық клей жаққан жерге сразу проволоканы қоясыздар, сол кезде проволока шығып кетпейтін болады. И жасыл изолонның өзімен жабыстырамыз. Барлық жапыраққа осылай жасап шығамыз. Міне жапырақшалар дайын болды. Қазір бұларды бір шетке қойып, бутондарды жасайтын боламыз. Бутондарын жасау үшін бізге 2 проволока керек. Қалың проволока. Біздің проволокаларымыз жұқа болғандықтан оны 5-6 рет қабаттап осындай қалың проволока жасаймыз. Негізі бұның орнына дайын қалың проволока қолдансаңыздар болады. Изолонның қалдығынан ұзындығы 10 см, 15 см болатын осындай полоска кесіп алып, осы проволокаға жабыстырамыз. Ыстық клеймен обязательно ыстық клей жағып аламыз.
клей жағып проволоканы изолонға жабыстырып алып, ары қарай фенмен де жабыстырсаңыз болады. Изолонның өзі фенге өте жақсы жабысады. Фенмен қыздырған кезде өте жақсы жабысады. Маған негізі изолонға фенмен жабыстырған өте ыңғайлы, клейге қарағанда. Міне осылай дайындап аламыз. Енді бутонның жапырақтарын жабыстырамыз. Дәл осылай фенмен жабыстырсаңыздар да болады, немесе клеймен жабыстырсаңыз болады. Негізі бастапқыда ең бірінші жасап жатқан қыздарға клей қолданған жақсы. Кейін фенге қолдануды үйренгеннен кейін фенмен жабыстыра бересіздер. Енді екінші жапырақты осы бірінші жапыраққа қарама-қарсы жабыстырамыз. Және бас жағын кішкене ғана жабыстырып қоямыз. Барынша емес, аралары ашық тұру керек. Бас кішкене ғана бір-біріне ұстатып қоямыз. Міне үшінші жапырақты сол екі жапырақтың қосылған жерінен стык дейді ғой. Сол стыктың үстін жауып, үшінші жапырақты жабыстырамыз және соған қарама-қарсы төртінші жапырақты жабыстырамыз. Осылайша бутон дайын болады. Бутонға тағы да жапырақшалар қосып жасай берсеңіз болады. Бутон әдемірек болады. Негізі осы 4 жапырақшамен де жазсаңыз болады. Бастапқы бас жағын фенмен бір-біріне ұстатып қою керек. Барынша бір-біріне жабыстырып тастау керек емес. Онда бутон әдемі болмай қалады, бутонға ұқсамайды. Сол себепті аздап қана бас жағын бір алдыңғы бутондардың жапырағына жабыстырып қоямыз, сәл ғана. Бутондар дайын. Енді лилияның гүлін светильникке жинаймыз. 6 жапырақшамыз дайын. Енді қазір электрикасын жасап, осы жапырақшаларды жинайтын боламыз. Міне бүгін осындай шнур қолдандым. Шнурдың басында осындай 2 сым болады, білесіздер. Осыны патронның проволокаларына жалғаймыз. Екеуінде бұл жерде разница жоқ, қайсыған жалғасаңыз да. Бір-біріне жақсылап жалғап, изолентамен орап тастау керек. Негізі өзіңіз жасай алмай күмәнданып тұрсаңыз, онда электрикасын білетін адамға жасатқан дұрыс. Осылай бір-біріне ораймыз, жақсылап, және изолентамен орап тастаймыз.
міне электрика дайын. Енді осыны тексеріп алу керек. Жанады ма, жанбайды ма, осы кезінде тексеріп алыңыздар. Осы кішкентай патронға кукурузный лампочканы саламыз. Кукурузный лампочка өте кішкентай болады. Міне осылай салып қоясыздар.